Армысыздар, менің каналымның тұрақты тыңдармандары. 2 күннен бері ауылдың еріккендерінің әңгімесі қыңыр-қисық сөйлесе де турасын айтатын Тұржан. Ауылдағы мүжәлсіздеу жалғыз ілікті кемпір Қатер аға қыңыр Тұржан тегіннен-тегін семіз қой мен бір хап ұн беріпті. Қатира байғұстың жағдайы мәз емес екенін ел-жұрт біледі. Алайда өздерінен бөліп берер дымы жоқ болғасын, қолдарынан келері тек Құдай аясын деп өздері ішінен шүкірлік ету. Тұржанның бұл қылығын түсінбегендер көп болды. Жаяуда жалғыз атын түсіп беретін қазақ жұрты үшін бұл таңсық бола бастаған іс. Жасаған жақсылыққа да күмәнмен қарап секемденетін жағдайға жеттік. Тұржан сөйтіпті, қой мен ұн беріпті дегенді естігеннен ең бірінші жұрт партком деп атап кеткен Қияс, бұл жерде бір гәп бар. Неге өйтті? Өзі алып бара жатқан бай емес, жайдан-жай бере салады дегенге сенгім келмей тұр. Осы Тұржан бірдеңе жасырып жүрген сияқты деп сенімсіздік танытты. Содан жұрт түрлі жорамал айтып, әрқайсысы тың жаңалық ашқандай бір өтірік қоса берді. Тіпті сол 80-ге кеп қалған Қатера кемпір Тұржанмен әуе екен деген де жорамал айтылды. 2-3 күн алақандай ауылдың ауасындай түрлі өсек қаулап, лаулап тұрды да өзінен өзі бәсеңси бастады. Тағы 1-2 күннен соң түс қайта есігінің алдында бір нәрсе шұқып жөндеп отырған Тұржанға партком Қияс келді. Ассалаумағалейкум, атымдай жомарт Тұржан мецант. Сенде бір тегін қой мен ұн бар дейді. Біз сияқты зейнеткерлерге тегін болса, бір қозы сойып берсеші деп қағыта тиісе сөйледі. Уағалейкумассалам, партком Қияс. Кел, төрлет, бұйырған қозы қашпас. Одан да сен маған мынаны айтшы, мен туралы өсек аяңды таратып жүрген кім? Өсекке өтірік қосып айтып, соған кейін өздерің сеніп кететінде нағыз мұйғыласыңдар ма? Әлде содан басқа шаруаларың жоқ па? Осы алақандай ауылда кімнің немен айналысып, не тірлік қылатынның бәрін көріп отырсыңдар. Сонда да біреуді өсек қылмасаңдар іштерің кебе ме? Қатера кемпірді аяп, бір қой мен бір қап ұн бергенім рас. Баласы мен қызы қалаға көшіп кетті. Мына бейшара марқұм шалының ошағын сөндірмеймін деп ауылда қалды. Сосын аздап көмек бергенім рас еді деп ұрсыңқырап сөйледі. Халықтың қайсысына қақпақ боласың? Біреу сөз бастайды, екіншісі қостайды деген. Оның үстіне тегіннен-тегін қой ұн береді дегенде күмән ғой қазір, деді. Қияс та қиялай шауып қашты. Неге тегін, деді Тұржан жұлып алғандай. Тегін емес, менің есебім түгел. Себебін айтсам ел жұртқа өсек боп кетер деп бір нәрсені бүгіп қалдым деп айналасына бір көз тастап қойды. Жанында Қияс бар. Одан әргерекке айыр саптап отырған баласы бар еді. Құлағы етек алған Қияс қызығушылықпен өліп кете жаздап отыр. Ішінен бәсе, қараптан қарап қой беріп не көрініпті? Жұртқа періште болып көрінген келсе, мен білем ғой сені деп сол себебін білу үшін жанын бергелі отыр. Сонысын байқаған Тұржан тағы да бір айналаны шолып, сен енді өзімсің ғой, ешкімге айтпа. Ол кемпірдің үйінде отын қораның түбінде жаман құман жатқан. Төп жағы тесік, майысқан, тот басқан. Міне, сол құман таза алтыннан жасалған. Соны айналдырып қарап көрдім де, жамап жөндеп берейін деп едім. Кемпір, қой құрсын таста, кімге керек сол құман дегесін мен өзіме алдым. Шынымен ол кемпірге алтын құман неге керек деп Қиястың бетіне барлай қарады. Қияс дәл осы қажыр әжетханаға бармаса бұтына жіберердей күйде отыр еді. Ол мына хабарды тезірек елге жеткізіп, кеше өзімен Тұржан дұрыс адам, Тұржан арамдыққа бара қоймас, шатаспаң деп дауласып,
бет бақтырмайтындарды жерлеп біржолата жерге көміп тастауға әзер отыр. Сен былай қыл, кешірек үйге кел, өзіміз отырып ет жейік, сен де сыбағаңды берейік деп Тұржан Қиясқа кете беруіне рұқсат бергендей ишара жасады. Қияс та қашпақ болсаң зымыра демекші әрең отыр екен. Келем, міндетті түрде келем, ей, жаның сау болсын, ай азаматым-ай деп асыға аптыға тұра жөнелді. Бұл кезде айыр саптап отырған Тұржанның баласы, әке, бекер істедің-ау, енді құлағынан қиқу кетпейді ғой, жаманаттың бәрін бір басыңа үйіп тегеді ғой деп жанашырлық білдірді. Тұржан сәл күрсіне қарап тұрды да, қайтейін балам, бұндайлардың аузын күйдіріп барып үйретпесек беттері қайтпайды. Ауылды былғап болды, қалғандарға да сабақ болсын деп әдейі айттым. Өздерінің өтірігіне өздерін көмейін, содан соң қайтер екен деп күлімсіреп тұрды да, балам, сен бар, Жаппас атаң мен Құрбанбай атаңды шақырып келші, біздің үйде қонағасы бар еді дерсің. Олар сол күндегі орындарына Жаппас атаның шарбағына сүйеніп отырған шығар. Қазір келе берсін, дайын деп айтарсың. Мен Қатираны ертіп келейін деп қарасты. Тұржанның үйінен шыққан Қияс ұшып келеді. Ұшып емес, қалқып жүзіп келеді деуге болады. Өз арманы мен өтірігіне шөміп келеді. Ой, көрсоқырлар-ай, Тұржан жақсы, Тұржан әулие, Тұржан елдің қамын ойлай береді. Піштеу, Тұржандарының бет пердесін шешейін бүгін деп өзінше күлді. Көздеріңді шұқшитып қойып көрсетейін, ешкімі жоқ жесір кемпірді алдап тонап алған, тапқан екенсіңдер періштені деп екіленіп келе жатқанда күндегі әдетінше шарбаққа сүйеніп отырған екі шалға жолықты. Бұлар сол Жаппас пен Құрбанбай ақсақалдар еді. Ассалаумағалейкум шалдар, неғып отырсыңдар? Әулие деп жүрген Тұржан алаяқ екен ғой. Қатира кемпірдің алтын құманын алдап алыпты. Сендер періште деп жүрген кісілерің жалғыз басты кемпірдің мүлкін тонап алыпты. Елдің азаматы деп төбелеріңе қоятын едіңдер. Көрерміз азаматтарыңды. Қатираның қаладағы баласына айтып соттатып жіберем. О, солай. Мен осы елге жолыққан халыққа болсын да шындықты айтсам жүрем. Ал сендер сол Тұржанды мақтап әлексіңдер деп ентігін әрең басты. Екі шал дым болмағандай міз бақпай отыра берді. Жаппас отырған жерінде сәл қозғалақтап, Қияс, сен сәл аптығыңды бас, жерден жеті қоян тапқандай ентігіп не көрінді? Кәнігі қарашыны ұстағандай болып желп-желп етесің ғой тіпті. Аз болса жөніне отырып екі шалға әкіріңдейсің. Тұржан ондайға бармайтын адам. Сосын ол Қатирада жүрген неғылған алтын құман. Қатираның өзін де марқұм күйеуін де білеміз. Алтын құман ұстайтындай емес еді. Сен бірдеңе шатастырып тұрсың-ау деді жай барақат. Бұл енді Қиясты тіпті ашуландырды. Өй, алжыған екі шал. Әй, өз көзім көрді. Бір бүйірі тесілген тот басып, ескі құсқылармен жатқан жерінен мына Тұржан жалмауыз көріп қалып, жамап тазалап берем деп алдап алған. Мені кешке келіп ет жеп кет деп қояды. Менің аузымды тығындамақшы. Түйе берсе де сол Тұржандарының бетпердесін бүгін шешем деп әрі қарай өзінің сөзін сөйлейтін бір-екі қыршубай өсекшілері шауып кетті. Мәссаған, бұл қалай болғаны? Қызық жағдай болды-ау. Тұржан абзал азамат па деп жүрсек, бұл қалай болғаны деп Құрбанбай Жаппасқа қарады. Тұржанға барайық, не жағдай екенін білейік. Бәлкім шынымен де алтын көрсе періште жолдан таяр дегенге келді ме екен деп екі шал тұрып жатыр еді. Жүгіре басып Тұржанның баласы келді.
ассалаумағалейкум деп амандасып қолдарын алды да, әкем қонақасыға шақырып жатыр, дайын келе берсін деді деп екеуіне қарап тұр. Балам, уағалейкум ассалам, өркенің өссін. Жайшама, не қонақасы, мал сойдыңдар ма, тағы кімдер бар деп екі бала шағаға қарады. Ол жағын білмеймін. Таңертең тоқты сойғанбыз, соны асып жатыр. Әкемнің өзі Қатира әжені алып келуге кетті. Құдалар да келеді дегенді естідім. Ал мен кеттім, үйге көмектесіп жатырмын деп тұра жөнелді. Екі шал аң-таң болып Тұржанның үйіне беттеді. Bir шама уақыт өткенде Қияс өзінің бір-екі даурықпа жолдастарынан ертіп Тұржанның үйіне беттеп келе жатты. Қияс Қатираның қаладағы қызына телефон салып, солай да солай, үйлеріңнен алтын құман табылды, оны Тұржаннан алып қойыпты деп ол жақты да дүрбелеңге салып қойды. Осы сәтті пайдаланып, Қияс Тұржанның абыройын түсіріп, ауылдастарының көзінше басып, жаншып тастамақ болды. Қияс бастаған 3 адам Тұржанның үйіне жеткенде, үйде 5-6 шал, 3-4 жігіт ағалары, Тұржанның құдалары, араларында Қатира кемпір бар, 4-5 аналар отыр еді. Бәрі кең жайылған дастарханда шәй ішіп отырған еді. Есіктен бірінші кірген Қияс сәлем еткен келіндерге де қарамастан, бәрің жабылып жесір кемпірді жәймеңдеп алдап Тұржанды жақтағалы отырсыңдар ма? Ол бола қоймас. Әулелерің кәдімгі іші қуыс ұры екенін білген шығарсыңдар. Тұржан, қане бол, шығар құманды. Сен оны елді алдап сіңіріп кете алмайсың. Ол ауылға ортақ мүлік. Бағасын шығарып, осы ауылдың қажетіне жаратамыз. Болмаса, әрқайсымыз өз үлесімізді аламыз деп даурықты. Қасына еріп келген біреуі ұялы телефонға түсіріп, өзімен өзі аядай ауылда арамдыққа жол жоқ, әділдік орнасын, алтын құманды ауылдың керегіне жаратсын, алаяқ Тұржанның ісі сотқа берілсін деп сөйлеп жүр. Жақсы, жарайды, құманды алғаным рас, қайтарам деп Тұржан бәсең дауыспен, бірақ бәріне есірте айтты. Өлі тыныштық, жұрт тым-жым-жырт. Тұржан есік жақта тұрған баласына қағып еді. Баласы келесі бөлмеден матаға ораулы бір нәрсені әкеліп берді. Тұржан жұрттың көзінше жалтыраған қызғылт сары құманды шығарды. Кейбіреулері деп ішегін тартса, екінші біреулері Тұржанды атардай көзбен қарады. Қатира жеңгей, мә құманың, танисың ба құманыңды? Дәл осы ма? Маған айтар өкпең бар ма? Деп құманды Қатира кемпірге созды. Неге танымаймын? Танимын. Ертеректе атамыз ұстаған құман. Кейін менің марқұм шалым арақ ішіп келгенде ішінде су жоқ деп маған лақтырғанда, маған тимей шарбақтың бұрышындағы темірге тиіп, бүйірі жыртылған құманым ғой. Кеше Тұржан келіп, жеңеше саптайын, айыр, балта, күректерің бар ма? Саптап берейін дегенде, айыр іздеп сарайға кіргенде, айырдың басымен бірге сарайдың қабырғасында ілулі тұр екен. Сосын лақтыра салайыншы дегенімде, Тұржан, қой жеңеше, өзім түзетіп жамап тазалап берем деп алған жез құманым ғой. Рахмет, сау бол Тұржан, Алла разы болсын. Баяғы мен түскенде енем марқұм дәл осылай жалтыратып сүртіп жүретін. Жез жылапшын самауыры бар еді мұның. Шалымның көзі деп алып қояйын дегенде Қияс жез деп жерге отыра кетті. Әй мәжгүн-ау, мен не алтын, мен жезді айыра алмайтын мақау деп пе едің? Алтын тот баспайтынын білмеуші ме едің? Тап осы шылапшын мен құмандар бертін келгенше бес қаланың базарында толып тұрған деп Қатира арқайын шәйін ұрттап отыр. Секунд үнсіздіктерден соң орта жастағы жігіттердің бірі,
Сенсация, алтын құман ұрланды деп күліп жіберді. Мен жайды ұрғынған дастархан басы күлкіге көмілді. Қияс бастаған айғайшылар не кетерін білмей, не кетпесін білмей, бозарып сазарып тұрып қалды. Күлкі басылып, жұрт күлкінің көз жастарын сүртіп, өздеріне келе бастағандай. Тұржан сөз бастады. Қияс, сен ренжіме маған, сені бір тексеріп көргім келген, сен сыннан сүрінбей өттің, бәрің менің жоспарымдай болды, анықталмаған әңгімені лаулатып жібердің, жұрттың сенің әңгіменің бағасын білетін болды дегенде, Қияс шыдамай орнынан атып тұрып шығып кетті. Қалған айғайшы екі адамға Тұржан, сендер отырыңдар, шәй ішіп, ет жеп кетерсіңдер. Айтылар бір әңгіме бар, ішінде болыңдар деп алды да, ағайындар, жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық азырар адам баласын дегендей, осы ауылда кезіп жүрген рас өтірігі аралас әңгіме өсек. Тіпті кейде созылған қолды алудан қорқар болдық қой. 2-3 еркек жолда тұрса, қыз келіндеріміз өтуден қалды. Қаралай өсек болып кетуден қорқады. Қалай киінеді, қалай жүреді, қайда барады, дүкеннен не алады, соның бәрін әңгіме қыласыңдар. Керек пе сол еркек адамға? Бүгін соны қойдыру үшін мына Жаппас, Құрбанбай ақсақалдарды әдейі алдырып отырмын. Жаппас ағай, бұрын мұғалім кезінде талай адамның құлағын бұраған. Бұрын соны есіңе алып тағы бұрайтын құлақтарыңды жөнге сал деп өтінбекшімін. Тіпті көзімізге көрініп тұрған ақиқатты мойындамай, өсекші бетпақтардың сөзіне сенер болдық қой. Бұлай болмайды ағайындар. Міне бір батсап шат деген нәрсе бәле болды. Түрлі бәлені саласындар. Оны бала да, қыз да көреді. Келіндер де соған үңіліп отырады. Кейде біреулер ет пен шұбатқа тойып алып, кекіргеннен де салады. Оған бір қуғынбай біреу, ой, менің нағашымның кекіргені де керемет қой деп қудырады. Ана нәгөй адам одан сайын есіреді. Сол да өнеге ма, өнер ма, ол арсыздық. Жастары маған жақындап қалған біреулер малтасын езіп кино талқылап отырады. Баяғы найза ұстап, жауға қамшы ұстап дауға барған аталарынан ұялмайсыңдар ма? Құрсын, қояйық мұны. Мен болдым, ет асып шақырып алып бәрімізге ұрысты деген сөзге қалармын деп басылды. 2-3 минут үнсіз ішілген шәйден соң Жаппас ақсақал, сенікі жөн Тұржан. Алақандай ауылда ұятсыз, арсыз қылып аздырып алсақ бізге сын болғалы тұр. Дұрыс айтасың. Осы ауылда мен оқытпаған адам жоқ. Жаңағы айтқан тілеуапынды мен естейтін қылып берші. Бүкіл ауыл соның ішінде болсын. Қазір сол телефонды айт. Енді Жаппас ағай тыңдап отырады. Бей-әдеп әңгіме айтқан адам болса, сондайды тарқататын адам болса, үлкен бол, кіші бол, барып желін шығарып сабап келем. Көнбейм дегендер қазір маған келсін. Тұржан, уақытында көзімізге ашқаныңа рахмет. Өлсек те артымызда бір жақсылық жасап кетейік. Заман азды дейміз бе, сол заманның аузына себепші болып отырмыз деп жеңіл күрсіне төмен қарады. Міне, құрметті оқырмандарым, кез келген ақпаратты әңгімені 3 түрлі електен өткізген дұрыс.